Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз сіздермен асқабақтан өте дәмді қысқа арнап аджика жасайтын боламыз. Барлық көкөністердің құрамдарын төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ендеше достар, видеоны өткізбей соңына дейін қарап, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен біз сарымсақ пен ащы бұрышымызды ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Қалған көкөністерімізді осылайша барлығын турап кесіп дайындап қойдық. Осылайша біз алдымен ет тартқышымыздан ащы өнімдерімізді өткізіп аламыз. Содан соң қалған біздің көкөністерімізді кезек-кезек барлығын араластырып отырып, ет тартқышымыздан біркелкі етіп өткізіп алатын боламыз. Кабачкиіміздің сыртын ашымай солаймен турап саламыз. Мінекей біз дайын болған соң қазанымыздың ішіне салып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Және де 15 минут көлемінде бұрқылдатып бір қайнатып аламыз. Мінекей бізде қайнап шыққан күйі. Енді біз қантымызды саламыз. Содан соң сұйық май құямыз. Бір ас қасық тұзымызды саламыз. Содан соң томат пастасын саламыз. Егер де сіз томат пастасын қолданғыңыз келмесе, міндетті емес. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң орташа отта 15 минут көлемінде бұрқылдатып қайнатып алатын боламыз. Достар, менің арнамда қысқа арналған басқа да банка жабу рецептері бар. Өтіп қарасаңыздар болады. Мінекей бізде 15 минут қайнап шықты. Содан соң қалған біздің өнімдерімізді саламыз. Чеснок, ащы бұрыш саламыз. Және де біздің уксусымызды құямыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырып, 15 минут көлемінде дайын болғанша қайнатамыз. Біздің аджикамыз қайнап шықты. Мінекей достар, қарасаңыздар, дайын болды. Барлығын жақсылап осылайша араластырып аламыз тағы да. Сонымен біз банкаларымызды жауып тастауымызға болады. Алдын ала біз банкаларымыз бен қақпақтарын стерильдеп алдық. Осылайша барлығын банкаларымызға құйып шығамыз. Менде 3 банка шықты. Ал енді біз банкамызды жауып тастайтын боламыз. Мінекей осымен біздің аджикамыз дайын. Достар, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода біз сіздермен өте керемет болып шығатын қысқа арнап лечо салатын дайындайтын боламыз.